Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге устящий баклажанды ерекше қылып жасалатын түрін көрсететін болам. Бұған тек помидор мен баклажан керек. Алдымен баклажанды қабығын ашып, 4 бұрышылап турап аламын. Турап алған баклажандарымызды пакетке салып, мұнда менде кукурузный крахмал бар, мен весовой түрін сатып алдым. Осыны араластырып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Баклажандарымыз дайын болғанша помидорларымызды тарелкеге орналастыра берейік. Укроп пен петрушка бар. Осыны майдалап тураймыз. Мен мұнда турап алған укроп пен петрушканың жартысын помидорға қосам. Сосын осының үстіне арой соусын қосатын болам. Тұз салам шамалы. Осы дайындап алған помидорымды тарелкеге орналастырам әдемілеп. Міне мен помидорларымды осылай орналастырдым. Енді осының ортасына жаңа қуырып алған баклажандарымызды дәл солай соуспен араластырып қоятын боламыз. Мен жаңа помидор араластырған ыдысыма әдемілеп қуырып алған баклажандарым, жаңа алып қалған шөптерім, бұған да тұз салам шамалы. Үстіне соус құям тағы да. Әдемілеп араластырып, тарелкамызға саламыз. Міне қыздар, менің салатым осылай әдемі болып шықты. Енді менде грецкий орех бар. Осыны үстіне үгітіп, сындырып салатын боламыз. Міне қыздар, менің жасаған бүгінгі салатым дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.